Батыс Қазақстан облысында 1951 жылы іргесі қаланып, 2012 жылы өрлеу атымен қайта құрылған біліктілікті арттыру институты 2017 жылды табысты өткізді. Филиалда 3 кафедра, 5 бөлім, деңгейлік бағдарламалар орталығы, кітапхана, педагогикалық музей құрылымдарында барлығы 1 доктор, 5 ғылым кандидаты, 21 аға оқытушы, 5 тренер, 23 бөлім қызметкері бар. Барлығы 55 қызметкер, олардың 19 магистр. Бас офистің тікелей тапсырмалары мен қажеттіліктерді ескере отырып, атқарылған жұмыстар негізгі 4 топқа бөлінді. Олар курстық шаралар, курс аралық шаралар, инновациялық жобалар, сайт қызметі. Курстық шаралардың басты міндеті Қазақстан Республикасының білім туралы заңында көрсетілгендей, әр педагогтың 5 жылда кем дегенде 1 рет біліктілігін арттыруы, мемлекеттік тапсырыс бойынша қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді біліктілікті арттыру курстары да өткізілді. Қазақстан Республикасының білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы тыңдаушылар саны 2096. 3 тілде білім беру жағдайында мұғалімдердің пәндік және коммуникативтік тілдік құзыреттіліктерін қалыптастыру 36, сабақтағы жалпы адамзаттық құндылықтар 50, тиімді оқыту 73, қысқа мерзімді 760, тыңдаушылардың жалпы саны 3015. Облысымызда 58 түрлі санатта 23124 педагог бар. Мемлекеттік тапсырыс бойынша 23 санатта 3015 педагог курстан өтті. Басты міндетті орындау және облыс педагогтерінің сұраныстарын қамту мақсатында ақылы курстар өткізілді. 6 түрлі біліктілікті арттыру курстары аясында 35 түрлі санатта 5218 педагог оқытылып, педагогтардың саны жағынан меже 13%-ға асыра орындалды. Институттың ішкі жоспарына сай 350 педагогты қамтыған 14 әдістемелік семинар өткізілді. Ақылы негізде 893 педагог пен 32 семинар оздырылды. Барлығы 46 семинарда 1243 педагог сертификатталды. Смарт бағытында 5 жыл бойы дәстүрлі республикалық және халықаралық конференциялар өтті. Конференция жұмысы 2013, 2015, 2017 жылдары халықаралық деңгейде, 2014 жылы аймақтық, 2016 жылы республикалық деңгейде өтті. Жыл сайын конференцияға 250-ден астам педагог қатысты. Соның ішінде Финляндия, Түркия, Колумбия, Ұлыбритания, Нигерия және Австралия елдерінен 9 шетелдік педагог ғалым бейне баяндамаларын ұсынды. Смарт бағытында жыл сайын дәстүрлі облыстық байқаулар өткізіліп отыр. Қазан айында сабақтың үздік контенті байқауы өткізіліп, байқауға 156 педагог қатысты, оның 121-і ауылдық мектеп мұғалімдері. Қазан-қараша айларында ауылдық мектептің цифрлық бейнесі байқауы өтіп, оған 25 ауылдық типтегі мектептер қатысты. 28-29 қарашада смарт педагог өрлеу кәсіби табысқа апарар жол республикалық байқауына біздің облыстан 5 педагог қатысып, техникалық және кәсіптік білім беру бағыты бойынша бір қатысушы жүлделі 2-ші орынды иеленді. Филиал қызметкерлері бұқаралық ақпарат құралдары көздеріне материалдар жариялауда. Халықаралық 2, республикалық 60, соның ішінде өз филиалымыздан шығатын Жайық ұстаз газетінде 33, ұстаз журналында 10 материал жарық көрді. Сондай-ақ өрлеу тынысы жергілікті телеарналардың да үнемі назарында. Толық ақпаратты төмендегі мына сілтемелерден көруге болады. Инновациялық жобаларымыздың басты міндеті еліміздегі білім беру жүйесінде кездесетін қандай да бір мәселелердің ұтқыр шешімін табу. Филиалда 2017 жылы 5 жоба бойынша белсенді жұмыстар жүргізілді. Олар математика оқулығы, сабақ жоспары, қашықтық курстары, біліктілермен бір күн бірге оқимыз. Елбасы жолдауының 17-ші бағытында онлайн тәсілінде оқыту тәжірибесін дамыту керек делінген. Осы мақсатта институт жанында педагог қызметкерлерге арналған электрондық үкімет және электрондық қызметтер, транзакциялық қызмет және мобильді әмиян, смарт құрылғыларының мүмкіндіктері, Prezi веб-сервисі, HTML+, CSS онлайн курстар жобасы жолға қойылды. Институт сайтының басты міндеті мекеме қызметін интернет көмегімен сүйемелдеу. zuko.ipk.kz филиал сайты 0.kz тәуелсіз рейтингілеу жүйесінде 8661 қазақстандық сайттың арасында алғашқы 100-ке енді. Ал образование наука бөлімі бойынша 19-ші орында. Күніне сайтқа кіретін қолданушылардың орташа саны 3000-ға жетеді. Сайт беттерін қарау саны 2,26 миллион, сайтқа кірушілер саны 673.386. Оралдағы өрлеудің 2017 жылғы сандық мәліметтермен таныстырғанымызға қуаныштымыз. Өрлеудің өрге бастар биіктері мол болсын.